Хайберге сәлем достар, бұл сендер мен дейтін Нұрасыл достар. Бүгін дейтін біз Майнкрафтта отырмыз достар. Мен дейтін бүгін описаниеден көріп тұрғандарыңыздай достар. Мен дейтін ютубқа неге келдім достар, соны айтамын достар. Егер де видео басталмастан бұрын сіздер маған лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Мен дейтін видеоны бастаймын. Так достар, мен дейтін енді бірінші фактан бастайын достар. Мен біріншіден атым Нұрасыл, енді жарайды көрініп тұр. Жарайды, екінші не? Мен дейтін 12 жастамын. 13 жастамын достар. Так, мен 13 жастамын. Жарайды, ютубқа мен неге келдім достар? Ютубқа келген себебім мен дейтін ютубты көбінесе ютуберлерді көретінмін, қалай түсіретінін және маған ұнайтын, соларға қарап дейтін көп қызығатым достар. Сондықтан дейтін мен ютубқа келуді шештім. Бірақ мен неден түсіретінін білмедім. Мен көбінесе Майнкрафттан көретін болдым. Мен мысалы мына шығарып қойдым, қай ютуберлер көретін. Осы ютуберлерді мен көріп өстім достар. Және де мен осыларды не істеп көріп, осылардан нелерді жинап, ақпараттар жинап, осы ютуберлер сияқты мен де кішкене ютуб түсіргім келді. Мен басында жарайды ютуб түсірдім. Ол менде екінші каналым бар еді, бірінші каналым. Сода мен түсіріп жүргенмін. Негізі ең басында достар сол каналда түсіріп үйренгенмін достар. Сөйтіп уже аудитория жинадым. Бірақ дейтін мен 5 айға жауап кеттім да, сөйтіп актив студенттен осы екінші каналды ашқан болатым достар. Сөйтіп аштым да, енді қазір осы каналда да түсіретін боламын достар. Осылай сөйтіп ютубқа кірдім. Мен біріншіде ютубтан бәрі қиын болады, не істеп деп ойладым. Жарайды, шынымен де басында маған қиын болды, ютуб түсіре алмадым. Бірақ дейтін мен потом жаймендеп уже үйрене бастадым достар. Енді маған уже ютуб қазір ұнайды, ютуб түсіргенде ұнайды достар. Және тикток парақшамда бар, бәрі де бар менде. Қазір дейтін маған бәрі осылардың бәрі устраивает достар. Ладно. Жарайды достар, мен дейтін өзім туралы айттым, ютубқа келдім, соны айттым достар. Жарайды, егер видеоны салықтан бас подписка жасап кетіңдер достар, онда бәріңе қош сау болыңдар.